Есімім Еркебұлан Пұрмашев, жасым 24-те, Шымкент қаласының тұрғынымын. Ордабасының ярый фанатымын деп айта аламын. Қазір Пакең маған көмектесуге келді. Барлықтарыңыздан Алла разы болсын. Давайте осы жерде челленджін жалғастырайық. Жинап кетейік артымыздан. Кеттік. Мынау не мынау? Арттарынан жинап кет. Мусор тастап кеткен қарапайым. Мусор алып кетеміз, мусор! Алдыңғы жылы 2023 жыл чемпионский жыл болғандықтан стадион бізде аншлаг болды. Бәріміз білеміз, адам отыратын орын жоқ. Сол кезден бастап осы инициативаны қолға алдым. Оның алдыңғы жылдары бізде стадионда адамдар үйтіп толмайтын. И соответственно адамдар мусор тетпейтін, онша болып. Количество көбейген сайын мусор көбірек болады. Сол үшін мен алдыңғы жылы соны қолға алдым. Бұл өзің білетіндей чемпионский раздевалка. Атмосфера сезіліп тұр. Аура, я. Прям чувствуется тема. 2013 жылдан бастап мен балет етем бұл клубқа. Маған ол кезде жасым 13-14 еді. Мектептен сұранып келіп Ордабасының матчтарына келіп қатысатынбыз. 10 жылдан бері шын жанкүйер болғандықтан Ордабасы прям сердце ғой. Кеудеде тұр ғой, эмблема ше. Тура сол ғой Ордабасы. 10 жылдан бері не болдық. И алдыңғы жылы почему-то мелькнуло, сигнал келді. Давай осы бір челленджді Европада жасап отыр. Типа, почему бы и нет, бізде қазақтар жасайықта деп. И вот идея келді. Бір өзім бастадым басында. Потом 2 адам болдық, 3 адам болдық. Бір қарасам, мынандай кішкентай балалар, 20-30 бала айналамда жүгіріп жүр ғой. Бағана сен звондаған кезде медиа Ордабасы Айбек деп тұрғанның өзі маған бір дану болды да ше. Так что это все не зря. Бірінші рет кіріп тұрмын мен. И бірінші рет кірген кезде прям аурасы сезілді. То, что мұнда футболистердің бәрі как будто саған қарап тұрған сияқты бір не атмосфера бар. Я бұл енді атмосфераға пропитан дейді ғой, орысша айтқанда раздевалка. Ана жерде тұрып ондай хей деп әр матчта бүйтіп балет етіп ше. Өзімнің бауырым, таныс осы Ордабасыға келгелі бірінші рет поддержка беріп маған осы челленджінді қолдаған Сағадат Тұрсынбай. Осы жігітке отдельный респект. Ол осы жақында біз Алланың қалауымен Ордабасы Лига чемпионовтың квалификациясына өтті. Ол кезде мен білемін, то, что Лига чемпионовтың стандарттары біздің Қазақстан QFL-дың стандарттарынан ерекше. Ол жерде біз мысалы мусор лақтырса, біздің QFL-да штрафпен былай обойдется, а вот если Лига чемпионовта мусор лақтыратын болса, это уже бан, сондай бір ерекше наказаниялармен қалуымыз мүмкін. Сондықтан да мен болельшіктерге жан айқайым айтарым, ол мусорды алып келдіңдер ма? Қандай мусормен келдіңдер? Сол мусормен қайтқан дұрыс болады. Өйткені мына жерге түскен бір баклашка ол тек қана өзіңе ғана емес, бүкіл 11 игрокпен бүкіл клубтың атына кір келтіреді деп ойлаймын. Мен әртүрлі движениялар бар ғой, стендап движение, бағанағыдай әртүрлі клубтар бар, волонтерлар бар. Солармен всегда связьда болуға тырысам. Олардан да поддержка алып отырам. И соларды әр матчқа бөлек-бөлек шығарамыз оларды. Мынау Лига чемпионовта мен почти бәрін алып келем деген ойдамын. Бұл жерде тек қана жинап қана емес, оны афишировать етуіміздің себебі де сол. Қазір медиа ғой, бірінші орында тұрған. Сол үшін оларды көргеннен кейін хотя бы бір адам өзінің артынан жинап кетсе, это результат ғой. Жалпы мақсат енді жанкүйерлік мәдениетті қалыптастыру. Жанкүйерлік мәдениет. Кстати, Айбек, мен қосарым бар да. Мен то, что бір секторда ғана отпаймын. Мен әртүрлі секторларға барам, өйткені әр сектордың өзінің местный адамдары болады ғой. И бір секторда отырып жинай берсем де болмайды да. Әр сектордан адамдар мен көргенін қалаймын да. У меня такая тактика. Әр секторларға барып отырам, әр матчта. Чтобы анау артынан тазылаған нені, челленджді тек қана барлық жақтағы отқан адамдар байқасын деген. То есть, помните, 2018 жылы Россияда ма, чемпион, или 2014 ма, японцы, когда все бәрі кетіп қалған кезде японецтер өздері арттарынан жинап Сауд Арабиясында болған чемпион. СМИ-ға шығып кетеді ғой, интернет. Сол есіме түсті да. Почему только японцы? Сол түрткі болды ма японецтер? Түрткі болды, японецтердің культурасы. Мен сенемін әлі, ол бірден болатын нәрсе емес.
Әрине. Бірден Москва тоже не сразу строился дейді ғой. Сол сияқты Құдай қаласа 1-2 жыл болсын, бір 3-4 жылда адамдар нормально қылып қабылдайды деп ойлаймын да. Но біздікі әрекет, берекет Алладан бұйырса. Әрине. 1, 2, 3. Мен байқадым алдыңғы матчтарда, то, что Техас фанс вообще арттарынан бір мусор қалдырмайды. Мен оларды отметить етіп, инстаграмға салғанмын, разылығымды білдіргем. Сондықтан да Техас фанстың жігіттері мен қыздарына үлкен рахмет. Бұл чемпионский матч бізде жүректе қалды, өйткені мен өзім 2013-тен бері бал жетіп келе жатқаннан кейін 10 жыл күттік бұл чемпионстан. Ордабасы бұны в целом тарихында бірінші рет болды. Қанша жылдан бері күтті. И осыдан кейін стадионды жинастырып, біз бағанағы инициативамызды жасадық. Содан кейін алып мен сразу биікке бардым өзім машинамен. Сол кезде я успел Ордабасымен бір уақытта келген екенбізді. И маған қатты ұнағаны осы кезде маған Ордабасының бүкіл футболистері рахмет айтты. Өйткені бұл стадионды жинайтын өзіміздің аналармен, ағаларды, аналарымызбен жасты, апаларымызбен жасты кісілер жинайды. Соларға жеңіл болсын деп, әркім өзімен бірге келген бір қағаз мусорымен баклажкасын алып кетсе, өте керемет болады. И я думаю, то, что Техас фансты көріп отқан мына жанындағы секторларда солай жасайды деп ойлаймын. Техас фанстан негізі тұрып, жігіттер алып кетіңдер мусорларын деп, мына жаққа айқайласа, соның өзінде бір керемет көмек болады деп ойлаймын. Жалпы біз өз жанкүйерлерімізге сенеміз деп айтқым келеді ғой. Мен обязательно. Мен сол үшін жасап жатырмын ғой. Сенбейтін нәрсе болмаса, мен жасамаушы едім де. Мен сенемін, то, что Құдай қаласа жанкүйерлеріміз осы движениямызды қолдайды деген сенемін. Осы видеоны көріп, мені қолдайтындарыңызға сенемін. Өйткені бұл біздің Шымкент, бұл біздің Орда. Алға Ордабасы.